балаларға көрсетілетін мемлекеттік қолдау тақырыбында баспасөз конференциясы ұйымдастырылып отыр. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема пресс-конференции «Государственная поддержка детей к началу нового учебного года». Спикерлермен таныстырып өтейін. Әліпбаев Жанғазы Жұмағазыұлы, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы, Әбдігамитова Әсем Әбдіғалиқызы, бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маманы, Ислямова Ансаған Аманқызы, тұлғаның адамгершілік рухани даму және тәрбие жұмыс бөлімінің бас маманы. Жанғазы Жұмағазыұлы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Мектепке жол республикалық акциясы туралы ақпарат сіздерге оқып беруге рұқсат етіңіздер. Жыл сайын 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында Қазақстанның барлық аумағында мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы өткізіледі. Акцияның мақсаты мектеп оқушыларын жалпыға бірдей міндетті білім берумен қамтамасыз ету. Сондай-ақ аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан оқушыларға, жетім балаларға, сондай-ақ ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға оқу жылының басынан дайындық кезінде материалдық қолдау көрсету және әлеуметтік себептер бойынша балалардың мектепке келмеуін алдын алу. Бүгінгі таңда мектепке жол жалпы республикалық акциясын ұйымдастыру және өткізу бойынша облыстық штабы және өңірлік іс-шаралардың облыстық жоспарлы әзірленді. Аудандар мен қалаларда балаларға мейірім сыйла, ауыл балаларына мектепке сыйлықтар, отбасына көмектеседі, балаларды мектепке дайындаймыз атты қайырымдылық акциялар ұйымдастырылады. Акция кәсіпкерлерді, меценаттарды, мемлекеттік органдарды іс-шараларды өткізуге жәрдемдесуге және өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасылар мен балаларға көмек көрсетуге үлес қосуға шақырады. Жаңа оқу жылында 343 мектепте 98 мыңнан астам оқушы партаға отырады. Оның ішінде 20 мыңнан астамы жалпыға бірдей оқыту аясында қолдау алады. 2025 жылға облыстық бюджетте оған 7,2 миллиард теңге сомасында, оның ішінде 948,5 миллион теңге сомасында мектеп формасы мен аяқ киім сатып алу үшін қажетті қаражаты көзделген. Сонымен қатар былтырғы жылы 3166 балаға кәсіпкерлердің, меценаттардың, мемлекеттік органдардың және жай ғана қамқор жандардың арқасында жалпы сомасы 37,9 миллион теңгеден астам қаржылай көмек көрсетілді. Ал биыл акция аясында 2025 жылы мектепке 4 мыңнан астам баланы даярлауға көмектесу үшін 646-дан астам меценат тарту қарастырылуда. Іс-шара шеңберінде 2025-26 оқу жылдың басынан бастап 30 қыркүйекке дейін білім басқармасының мамандары мен полиция департаменті бірлесіп дәлелді себептерсіз мектепке бармайтын балаларды анықтау мақсатында рейдтер жүргізілуде. Бүгінгі күні халықты ақпараттандыру, сондай-ақ акцияға қатысуға демеушілерді тарту мақсатында мектепке жол республикалық акциясын өткізу туралы медиа кеңістікте кеңінен жариялау бойынша жұмыс жүргізілуде. Акцияға қатысты туындаған сұрақтар бойынша білім басқармасының сенім телефонына хабарласуға болады: 70 18 28. Сонымен қатар Дәулеттен қайырымдылық қоры жыл сайын жаңа оқу жылында балаларды мектепке дайындау үшін мектепке жол акциясына үлес қосып, ауылдағы ағайынның балаларына қайырымдылық керуені жобасы аясында алыс ауылдарға тұратын бастауыш сынып оқушыларына көмек беруді жоспарлауда. Бұл бағытта жұмыс жалғасуда. Информация о проведении республиканской акции «Дорога в школу». Ежегодно в период с 1 августа по 30 сентября на всей территории Казахстана проводится республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». Цель акции – обеспечение всеобщим обязательным образованием учащихся школ. Также в рамках акции оказывается материальная поддержка учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, целью подготовки к началу учебного года и профилактики неявки детей в школу по социальным причинам. На сегодняшний день создан областной штаб по организации и проведению общереспубликанской акции «Дорога в школу», а также областной план региональных мероприятий. В районах и городах будут организованы благотворительные акции, такие как «Балаларға мейірім сыйла», «Ауыл балаларына мектепке сыйлықтар», «Отбасына көмектеседі», «Балаларды мектепке дайындаймыз». Акция будет призывать предпринимателей, меценатов, государственных органов оказать содействие в проведении мероприятий и внесении посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В новом учебном году
340 тысяч школах за парты сядут свыше 98 тысяч школьников, из них более 20 тысяч получат поддержку в рамках всеобуча. На 2025 год в областном бюджете на это предусмотрены необходимые финансовые средства в сумме 7,2 миллиарда тенге, в том числе для приобретения школьной формы и обуви на сумму 948,5 миллиона тенге. Кроме того, в прошлом году благодаря предпринимателям, меценатам, государственным органам и просто неравнодушным людям 3166 детям была оказана финансовая помощь на общую сумму более 37,9 миллиона тенге. А в этом году в рамках акции планируется привлечь более 646 меценатов, чтобы помочь подготовить к школе свыше 4000 детей к 2025 учебному году. В рамках мероприятия с начала нового учебного 2025-2026 года до 30 сентября специалисты управления образования совместно с департаментом полиции проводят рейды с целью выявления детей, не посещающих школу без уважительных причин. В настоящее время ведется активная работа по широкому освещению в медиапространстве республиканской акции «Дорога в школу» для информирования населения, а также привлечения спонсоров к участию в акции. По вопросам, касающимся акции, можно обращаться по телефону доверия управления образования 70 18 28. Кроме того, благотворительный фонд «Давлеттин» планирует ежегодно участвовать в акции «Дорога в школу» с целью подготовки детей к школе в новом учебном году, а также оказывать помощь учащимся начальных классов, проживающих в отдаленных селах, в рамках благотворительно-караванного проекта «Ауылдағы ағайынның балаларына». Работа в этом направлении продолжается. Әсем Әбдіғалиқызы, жалғастырсаңыз. Бұл мәселені ары қарай мен өзім толықтырып айта берейін. Облыстық білім басқармасымен аз қамтылған отбасынан шыққан балаларға және өкіметтің нөмір 64 қаулысына сәйкес оқушыларды киіммен және аяқ киіммен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жаңа өзім атап айтқандай, бүгінгі күні кейбір аудандарда бұл мәселе туындап жатыр. Жаңа көп балалы ата-аналар өздерінің тұрмыстық жағдайына қарамастан киіммен қамтамасыз етсін деген мәселе көтерілуде. Бұл мәселе біздің Өскемен қаласында және Риддер қаласында көтерілген. Осы бойынша сіздерге біраз түсіндіріп айта кетейін. Бұл мәселе өкіметтің 64-ші қаулысына сәйкес іске асырылады және Қазақстан Республикасы үкіметінің 64-ші қаулысы бар, 2008 жылғы 25 қаңтардағы. Соған сәйкес келесі санаттағы балалар жаңағы киіммен, аяқ киіммен және мектепке киетін киіммен қамтамасыз етіледі. Ол мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен шамасынан төмен отбасынан шыққан балаларға, жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, төтенше жағдай салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға, және бесіншісі білім беру ұйымының алқалы органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге санаттарына қаржылық және материалдық көмек көрсету тәртібі айқындатылған. Осы мәселе бойынша жаңағы бізде көп бала ата-аналар барлықтар өз өтініштерін бере алады. Мектеп ол өтінішті қабылдап алады, бірақ бұл жерде атап айтатын дүние мектептің және қамқоршылық кеңесі әрбір үйге барып қарайды, тұрмыс жағдайын. Егерде баланың тұрмыс жағдайын қарау кезінде өзінің актісі толтырылады, жағдай егер жақсы болатын болса, онда көмек көрсетілмейді. Егерде барып қараған кезде тұрмыс жағдайы нашар, көмек көрсету қажет деген шешім шыққан жағдайда оған көмек көрсетілетін болады.
На основании постановления правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года номер 64 и правил оказания государственной услуги, оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организации образования. Финансовой и материальной помощи обучающим и воспитанникам организации образования за счет бюджетных средств осуществляется следующим категориям. Это детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Третья категория. Детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях. Четвертое. Детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций. И пятая категория. Иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования. Коллегиальным органом управления образования является попечительский совет. Категория лиц, указанная в подпункте 5, определяется попечительский совет на основании заключения обследования материально-бытового положения семьи обучающихся для получения финансовой и материальной помощи. Поэтому хотели вот дать разъяснение. Если будет возникать вопрос по этому вопросу, могут обратиться в отдел образования в городах и районах, а также в областное управление образования. Все категории, которые озвучены с 1 по 4, получат средства в размере 46 228 тенге. А также другие категории, если они считают, что они подпадают под 5 пункт, должны подать заявление в школу. Школами создан имеется попечительский совет. С выездом будут обследоваться жилищно-бытовые условия каждого учащегося. И если будет подтверждаться, что необходимо оказать финансовую и материальную помощь, то им будет выдано. Только на основании заключения попечительского совета. На этом у меня все. Если есть вопросы, мы готовы вам ответить. Сұрақтарыңыз бар болса, жауап беруге дайынбыз. Әріптестер, сұрақ жауапқа көшпес бұрын еске сала кетейін, брифинг өңірлік коммуникациялар қызметінің инстаграмдағы парақшасында тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Келе алмаған журналистер қосылып өз сұрақтарын жолдай алады. И поступил такой вопрос от журналиста Екатерины Шендрик. Расскажите, обеспечивают ли школы рабочими тетрадями? Если да, то почему родители первоклассников обязывают их приобретать? Это первый вопрос. И будут ли в Усть-Каменогорске проводиться школьные ярмарки по сниженным ценам? Если да, то когда? Школьными книгами все школьники будут обеспечены за счет средств бюджета школами в полном объеме, а рабочие тетради уже это по желанию родителей. Если хотят дополнительно, чтобы облегчить усваиваемость предмета, родители имеют право. Никого обязывать не будем. И не имеет права. А школьные ярмарки будут организованы. Сейчас конкретно дату вам сказать не могу, но будет информировано население области о том, что будет организована такая ярмарка. Коллеги, есть ли еще вопросы? Аудандарда білім сапасы цифрландыру қаншалықты жүзеге асып жатыр, осы бағытта қандай да бір кедергілер бар ма? Және қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Толықтай цифрландыруға көшкен аудандарда? Аудандардағы мектептерде бүгін интернет желісімен толығымен қамтамасыз етілген. Интернет желісі жоқ жерлерге Starlink жүйесі арқылы интернетпен қамтамасыз етілгенбіз. Бүгінгі ол мәселе күн тәртібінде жоқ. Сонымен қатар мектептерде әлеуметтік әмиян бағдарламасы аясында облысымызда 108 мектепке қазір қажетті ақпараттық жүйелер сатып алынуда. 15 тамызға дейін ол жұмыс аяқталады деп жоспарланып отырмыз. Ол жаңа келген балалардың кіргенін бәрін есепке алып отырады. Сонымен қатар тамақтанатын балалардың асханаға барып тамақтанған кезде есепке жүргізіліп отырады. Библиотекаға барып кітап алған кезде жаңа қандай кітапты алғаны, қашан алған, қашан өткізген, соның бәрі жүзеге асырылады. Ол және біздің облысымызда емес бүкіл республика бойынша жүргізіліп жатқан іс-шаралар. Сонымен қатар келешекте бұндай жүйелер балабақшалар мен және колледждарда жабдықтау жоспарланып отыр. Жалпы компьютерлік кабинеттермен барлық аудандарда мектептер жабдықталған ғой, иә? Барлық аудандарда компьютерлік класстар бар, жабдықталған. Оның бәрі жұмыс істеуде. Сонымен қатар жыл сайын 35-40
кабинеттер сатып алынады. Ол жаңағы химия, физика, биология, STEM и робототехника кабинеттер сатып алынып отыр. Оған облыстық бюджеттен 600 миллионнан астам қаражат қарастырылған. Бүгінгі күні 30 кабинет сатып алынды. Енді 10 кабинет қазір сатып алынып, жаңағы әлі келе жатыр жолда. Оқу жыл басталғанға дейін оны барын орналастырады деген үміттеміз. Ол бақылауда отыр. Осымен 3-ші жыл қатарынан ол алынуда, ешқандай кедергілер жоқ. Ол жұмыс жақсы атқарылуда. Біз бір съемкаларға барған кезде Феклистовка аудандарында интернет желілері өте нашар болған. Қазіргі таңда қалай ахуал? Феклистовка бізде қай аудан? Алтай. Алтай ауданы бойынша бізде бүгінгі күні интернет желісі бойынша нақты проблема жоқ. Жаңа айтып өттім, интернет желісі жоқ жерлерге Starlink жүйесі қойылған. Starlink жүйесінің жылдамдығы 100 мегабит секундтан артық, керекті стандарттарды қамтамасыз етеді. Бұл Starlink жүйесінің тек қою қиындығы жаңағы шекаралық аудандарда жатқан, шекараға жақын ауылдарда ғана қиындық туындайды. Басқа жерде ешқандай мәселе жоқ. Рахмет, ауыр сауал. Көктем кезінде барлық аз қамтылған отбасыларға бір рет көмек беріледі, мектепке жол акциясы аясында ма? Көктем кезінде берілмейді, ол күзге осындай қазіргі уақытта балаларды сабаққа дайындау акциясы бойынша осындай көмектер көрсетіледі. Сол суманың нақты теңгесін айта аласыз ба? 46 228. 46 мың теңге, 228 теңге. 46 мың 228. Сол канцелярлық товар, Киім, канцелярлық товар, соның бәрін алып алуға. Ол жаңағы облыстық бюджеттен қаржы қарастырылған, жалпы суммасы 948 миллион. 948,5 миллион теңге, жаңа атап айтқандай. Бұл мектеп формасы мен аяқ киім сатып алуға және қажетті мектепке жаңа қаламсап, дәптер сондай сатып алуға бәрін жұмсалады. Коллеги, есть еще вопросы? Басқа сұрақтар жоқ болса, брифингті тәмамдаймыз. Сау болыңыздар.